Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Фариза. Сіздермен бүгін осындай хот-догтың булочкасын дайындайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұп-жұмсақ және дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге ұн, май, жұмыртқа, тұз, қант, дрожж және су мен сүт керек болады. Су мен сүтмен де бірге жылы болу керек. Бірінші таза ыдысымызға су мен сүтті салып, үстінен дрожж, қант саламыз. Кейін тұзымызды саламыз. Кейін жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Жақсылап қасықтың көмегімен араластырамыз. Кейін ұнымызды салып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Қамырымыз осындай иленуге жақын қалғанда, ең соңында сұйық майымызды құйып, жақсылап илейтін боламыз. Осындай жұмсақтықта болу керек қамырымыз. Үстін пакетпен жауып, жылы жерге 1 сағатқа тындырып қоямыз. 1 сағат тынып тұрды. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз жақсы көтерілген. Енді өзімізге керегінше бөліктерге бөліп аламыз. Мен осындай таразының көмегімен 150 граммнан бөліп алдым. Бөліп алып, кейін осындай домалақтап және тындыруға қоямыз. 10 минуттай тынып тұрды. Енді булочкаларымызды жасаймыз. Оқтаудың көмегімен осылай кішкене жұқартып жайып аламыз. Кейін видеода көрсетілгендей етіп, екі жағын орап, бірі-бірімен қосылған жерін жақсылап қолымызбен қысып, ашылмайтындай етіп жауып шығамыз. Қалған қамырларды да солай жасап шығамыз. Дайын болған қамырларымызды бетін жауып 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Біздің қамырымыз 10-15 минут тынып тұрды. Енді бетіне жұмыртқасын жағып, өз қалауларыңыз бойынша күнжіт себсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 200 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Біздің хот-догқа арналған булочкаларымыз қып-қызыл болып пісіп шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Келесі видеода осы булочкалармен хот-дог жасап көрсететін боламын. Сіздермен болған Фариза, сау болыңыздар.